Соңғы жылдары дәрігерлерді қатты алаңдатқан бір үлкен тенденция бар. Жүрек қан тамыры ауруларының жасы айтарлықтай төмендеп кетті. Бұрын инфаркт пен инсульт көбіне 50 жастан асқандарда кездесетін болса, қазір 25. Аралығындағы тезбіл. Бұл неге болып жатыр? Бүгінгі видеода біз жүрекке зиян келтіретін жасырын факторларды, кеуде қысылғанда не істеу керектігін, тұз, стресс, қысым және өмір салтының жүрекке қалай әсер ететінін жан-жақты түсіндіреміз. Бір жас адамдарда инфаркттың көбею себебі өмір салтының өзгеруі. Жастар арасында жүрек ауруының артуына мына факторлар қатты әсер етеді. Созылмалы стресс, дұрыс ұйықтамау, тұзды, майлы, фастфуд тағамдардың көптігі, қозғалыс азаюы, кофеинді шамадан көп қолдану, смартфонға тәуелділік салдарынан күн тәртібінің бұзылуы. Ағза бұл факторларды жылдар бойы үнсіз көтереді. Бірақ белгілі бір кезеңнен кейін жүрекке түсетін жүктеме артып, қан тамырларының тарылуына, қан қысымының өзгеруіне, жүрек ырғағының бұзылуына әкеледі. Кеуде қысылуы жай стрестің емес, маңызды белгі болуы мүмкін. Өкінішке қарай жастар көбіне кеуде қысылғанда. Стресстен болар, шаршаған шығармын деп мән бермей жүре береді. Алайда бұл белгілер кейде жүректің қанмен жеткілікті қоректенбей жатқанын көрсетеді. Кеуде қысылуы ауырмаған күннің өзінде. Қысу, ауырлық, ауа жетпеу, сол қолға немесе жауырынға таралатын ыңғайсыздық түрінде сезілуі мүмкін. Мұндай белгі жиі қайталанса, созылмалы түрде болса, немесе қысым көтерілсе, дәрігерге қаралу өте маңызды. 3. Тұз, жасырын жүрек жауы. Көпшілік тұзды тек ісінумен байланыстырады, бірақ негізгі мәселе ол емес. Тұз, натрий қан көлемін ұлғайтып қан қысымын көтереді. Қан қысымы көтерілсе, жүрек көбірек күш жұмсайды. Қазіргі жастардың рационында тұздың мөлшері нормадан 2-3 есе көп кездеседі. Фастфуд, снектер, чипсы, колбаса, дайын соустар тұздың негізгі көзі. 4. Созылмалы стресс, жүректің үнсіз дұшпаны. Стресс кезінде организм кортизол мен адреналин гормондарын шығарады. Бұл гормондар жүрек соғысын жиілетіп, қысымды көтереді, қан тамырларын тарылтады. Жас адамдарда стресс күнделікті қалыпты жағдайға айналғандықтан, жүрекке түсетін стресс жүктемесі өте үлкен. Ұзаққа созылған стресс жүрек ырғағын бұзады, ұйқыны нашарлатады, қан қысымын тұрақсыз етеді, қан тамырларын зақымдайды. Сондықтан стресстің әсерін елемей өтіп кетеді деп жүре беру ағзаға үлкен соққы. 5. Қан қысымының жас кезде көтерілуі дабыл белгі. Көп адам қысымды тек үлкендер өлшейді деп ойлайды. Ал шын мәнінде 25-35 жас аралығындағы мыңдаған адамда қысым эпизодтық түрде көтеріліп тұрады. Ешкім мән бермейді. Ұйқысыз түн, кофе көп ішу, стресс, тұзды тағам, бәрі қысымды күрт көтере алады. Егер бас ауырып, құлақ шуылдап кеуде қысылса, қысымды тексеру керек. 6. Кеуде қысылса, не істеу керек? Жалпы қауіпсіз кеңес. Бұл медициналық жедел кеңес емес, бірақ жалпы әрекеттер. 1. Қолдағы жұмысты дереу тоқтату. 2. Терең емес, баяу тыныстау. 3. Дене салмағын түсіріп, отырған қалпын өзгерту. 4. Терезені ашып, ауаны жаңарту. 5. Қысым бар жоғын тексеру. 6. Белгілер күшейсе, міндетті түрде дәрігерге көріну. Егер ауырсыну 10-15 минуттан ұзақ кетпесе, қол, иық, жақ аумағына таралса, суық тер басса, жүрек қағысы қатты жиілесе, бұл жағдайда дәрігерге жедел қаралу өте маңызды. 7. Неге жүрек ауруларын ерте анықтау маңызды? Жүрек пен қан тамырлары зақымданған кезде ағза бастапқыда еш белгі бермеуі мүмкін. Сондықтан ерте тексерілу инфаркттың алдын алудың ең тиімді жолы. Жас кезде жүректі қорғау болашақтағы үлкен қауіптің алдын алу.